Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы. Бүгін Мінберде озық ойлы ұлт ғылымды дамыту, ғалымдарды қолдау шаралары туралы мәселені қозғаймыз. Тақырыпты талқылау үшін студиямызға арнайы келген Ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым комитеті төрағасының орынбасары Асылхан Бибосынов. Асылхан мырза, Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз. Дәл қазір бізді Қазақ радиосының YouTube және Facebook'тегі ресми парақшаларынан көруге де болады, трансляция жүріп жатыр. Асылхан мырза, сөзіміздің басын мына сауалдан бастағым келіп отыр. Елімізде енді жас ғалымдарды қолдаудың нақты шарасы ретінде гранттық жобалар бар екені белгілі. Жалпы осы гранттық жобалар ғылымды қолдауға, ғалымдарға бір материалдық жағынан, іздену жағынан қандай мүмкіндіктер береді, оларға қатысу шарттары, қаржыландыру мәселесі қалай жүргізіледі? Осы сауалдан бастасақ бүгін эфирімізді. Рахмет, Жанболат. Құрметті көрермендер, алдымен жаңа жылдарыңмен. Сұрақ өте жақсы. Бұндай сұрақтар бізге министрлікке күн сайын келіп тұрады. Әркімнің өз идеялары бар, құралдары бар, шертерлері бар. Соны қалай жылжытамыз, қай жерге жазамыз деген сұрақтар көп туындайды халықта. Сонымен мен қазір айтарым, сонымен жас ғалымдарды да қоса айтқан кезде бізде қаржыландырудың бірнеше түрі бар. Оның бірі гранттық қаржыландыру, және екінші үлкен түрі программалық нысаналы қаржыландыру. Программалық нысаналы қаржыландыру ол енді жалпы конкурсқа жатады. Сіз маған қарай кішкене бет бұрылып отырсаңыз, бізде YouTube-қа түсіріп жатыр, Facebook-қа да түсіріп жатыр. Ол енді үлкен ғалымдарға арналған, лабораторияларға арналған, ғылыми институттарға арналған. Енді жастарға арналған бағытта айтатын болсақ, ол гранттық қаржыландыру ішінде именно жастарды қолдайтын жас ғалым деген бізде жоба бар. Бұл енді докторантурада оқитын, докторанттарды бітірген, немесе бітіре алмай жатқан жас ғалымдарды индивидуалды конкурсы. Бұл енді оқуды бітіргеннен кейін бірінші этапты қаржыландыру және мемлекеттің көмегі десек те болады. Ал екіншіден басқа жобаны қарайтын болсақ, бұл жас ғалымдарға арналған жоба. Бұны жас ғалымдар 40 жасына дейін өзінің командасын жинап, 7 адамға дейін өзінің жобасын береді. Бұл екінші этап десек болады, бұл жастарды қолдайтын. Ал сол екі этаптан, әр этап енді 3 жылдан өтеді ғой. Үшінші этабы енді жалпы конкурс. Бірақ жалпы конкурстың ішінде де біздің министрліктің өзі конкурстық документацияны дайындаған кезде өзінің арнайы талабы бар. Ғалымдар өзінің жобаларын қосқан біздің министрлікке конкурсқа жіберген кезде оның кем дегенде 30% 40 жасқа толмаған жастар болу керек, жас ғалымдар болу керек деген. Магистранттар болу керек, студенттер болу керек. Және жобаның арқасында әр жоба соңында бір қорғаныспен бітіру керек. Бір магистрантпен немесе докторантураны бітіріп бізге маман дайындап беру керек. Осы 3 бағытта 3 кезеңнен тұратын жас ғалымдарды қолдайтын гранттық қаржыландырудың біздің өзімізді жақтан көрсетіп отқан. Бұл енді грант бөліну жыл сайын дәстүрлі жүзеге асады. Осы 20-шы жылға дейін гранттық қаржыландыру 3 жылда бір рет болатын. Сол кезде ғалымдардың тобы жиналып, өзінің жобасын берген кезде, проектісін жасаған кезде 3 жылда аяқтап, сосын тағы да жоба жасап беретін. Қазір болса 20-шы жылдан бастап 3 жылдық жобаны дайындап, проект жүргізу әр жыл сайын мүмкіндік бар беруге. Яғни 3 жылды күтіп отырмай, жыл сайын өтініштер жіберуге болады. Биыл болғанда 2023 жылды қорытындылап жіберсек, 23 жылы осы жас ғалымдар грантына қаншама өтініштер келіп түсті? Мәлімет бар ма? Өтініштер келіп түскенде бұдан 1000-нан асады. Қазір оның 400-ден асасы қаржыландыруда. Бұл енді айтып кету керек, бұл көп өтініштің өзінде де халықтың арасында да сұрақтар туындайды. Не үшін көптеген жобалар қаржыландыруға келмейді? Өйткені біздің бәріне айтуым бойынша бұл конкурс. Ең алдымен бір конкурс. Белгілі бір жобалардың санына ғана жететін қаржыландыру бар. Ол бір. Екіншіден бұл жоба қаржыландырудың алдында экспертиза өтеді, сараптама.
Сараптамадан кейін ол жобаны ұлттық ғылыми кеңес мүшелері қарайды. Сол екі кезеңнен өтіп барып, өзінің балын тағайындап, тек қана өтетін балдан үздік деген. Иә, үздік деген. Сонымен қатар әрине жобалар өтпей қалған топтар болады, ғалымдар. Олар енді келесі жылды күтіп өзінің жобаларын күштірек жазып, нәтижесін көбейтіп немесе қарастырып қайта беруге болады. Мысалға енді Асылхан мырза, бізде бір мына кеңестік идеологияның сарқыншақтары әлі де жүріп жатыр ғой, иә? Тәуелсіз ел болсақ та. Мысалға кезінде кеңес үкіметінде ғылымға қолдау керемет еді деп айтылады да. Және сол жобалар өте көп болатын өтінімдер, оның тіпті өтпей қалғанының өзін кезінде Жапония мысалға қаншама ақшаға сатып алған, қағаздағы жобасын, сызбасының өзін сатып алған. Қазір міне Жапония соның арқасында осы жобалардың барлығын жүзеге асырып жатыр деген сияқты әңгімелерді тек қана енді мынау әлеуметтік желі болсын, интернет болсын, көп жазады, көп естиміз. Жалпы бізде мысалға қаншама жобалар, 1000-нан асатын өтініштер түсті, өтінімдер, оның енді жүзеге асса бір 50 жүзеге асар, 50-не грант берерміз. Қалған 900-ге қағаз күйінде қалады. Ал енді осы жобалардың болашағы қалай болады? Мысалға жаңа жеңіп шыққан 50 жобаның біз игілігін көрдік пе, оның прототиптері жасалды ма? Мысалға қандай жобалар айтуға болады? Себебі грант бөлгеннен кейін мемлекет сұрауға қақылы ғой. Осы сұрақтарға жауап береді. Біріншіден жаңа кеңес өкіметіндегідей қарасақ, бұл себептері басқа ғой. 40-50 жылдардан кейін біздің өзіміздің бақытымыз кеңес одағында ол қарулар болды ғой. Ал Японияға оның бәрін мораторий жауып тастады. Сондықтан олар технологияның басқа бағыттарын мысалы қазақ пультті ойлап тапқан дейді, оны жапондар шығарған дейді. Қазақтар еленбей қалған ана пультті жапондар соның сызбасын алып шығарған дейді. Негізі пульттің шығарушысы осы қазақ жігіт болған дейді. Сондай нәрселер көп айтылады да енді. Ондай әңгіме айтылады, сосын сұрақ жатқаным ол бір жағынан. Айырмашылығы кеңес одағының кезінде енді қаржыландыру бөлек болды ғой. И қаржыландыру жобаға бағытталған емес, именно ғылыми зерттеу институттарына, конструкторлық бюроға бағытталған. И соларды қаржыландырудың арқасында сол жерге адамдар шоғырланады. Адамдар тарталды, Қазір бізде принцип конкуренцияға бағытталған. Жаңа сіз айтып отқан 1000 жобаның арасынан 50 емес, енді 500-і қолданады. Жартысы. Біз қазір статистиканы қарасақ, осы 2-3 жылда 50% қаржыландырады бізге түскен жобалардың 50% проект болып 3 жылдан қаржыландырады. Оның арасында көптеген жетістіктер де бар. Мысалы, жалпы конкурста соңында көп айтылып жүр ғой селен туралы. Бізде енді шынын айту керек, бізде көптеген шикізат өндіруші елміз ғой. Соның продуктыға жеткізетін инноваторлар керек. Сол инноваторлардың бағытында селен сияқты бағасын 10 есе арттырып, новый продукт жасап, жаңа продукт жасап. Сол бар. Көптеген жас ғалымдардың өздерінің Сатпаев университетіндегі әр химиялық лабораториясын қарасақ, әр неше түрлі иістің химиясын шығаратын лаборатория, ол жерде жастар істейді. Мысалы, көбінесе өз бағыттарымызды айтамыз ғой. Мен өзім инженерияны айтатын болсам, сол кен өндіруде және космонавтикада мониторинг жасайтын өзіміздің геоинформациондық жүйелер бар. Өзім қазір көбісі білмейді, бізде 6-дан астам өзіміздің жер серіктеріміз бар қазақстандықтың. Оның ішінде Цыряпқа жататын 4 жер серігі біздің жасанды, қалған университеттерге де бағытталған жер серіктер. Оның өз көбісі жастардан басталады. Жас ғалымдардан басталады. Қазір сол өзінің жобалары бар, өзінің лабораториялары бар. Екі бағытталған жастардың көбісі университеттерде шоғырланады, және көбісі ғылыми институттарда шоғырланады. Екеуін қазір бір-бірімен жақындатып, енді ғылыми институттарда көбісі жоғары үлкен кісілер істейді, енді бір-бірін жетекшілік қылып, қазір жақындатып жатырмыз. Сондай да бағыттар. Ал енді қараңызшы Асылхан мырза, неге ғалымдардың қоғамда насихаты аз?
неге олардың мысалы қолтаңба қалдырарлықтай мынау адамның қызығушылығын тудыратындай жобалар жоқ емес, бар деп айтып жатырсыз. Бар болса, неге адамдар сол ғылым адамын, ғылымда жүрген жас болсын, орта буын болсын, адамдарды біз неге үлгі тұтып өспейміз? Мысалы, кезінде барлық баланың арманы ғарышкер болу болды, иә? Себебі адамзаттың алғаш ғарышқа ұшқан дәуірінде тұспа-тұс келді және сол культке айналды. Ал қазіргі заманда бізде мемлекет басшысы да айтып жүр жолдауларында, ғылым, білім, интеллектуалды ұлт деп. Оны қалыптастыратын осы ғалымдар ғой, оны қалыптастыратын оқыған-тоққан адамдар. Ал бізде керісінше одан бөлек шоу бизнеске көбірек көңіл бөледі. Ал неге сол ғылым адамдар насихатталмайды? Бұл Жанболат былай ғой. Мына ғалымды алатын болсақ, өздерінің арасында олар өте маңызды және бір-біріне белгілі. Енді олардың бір жұмыс істейтін бағыты мынау басылымдар, публикация дейді. Ғылыми басылымдар ғой. Ғылыми басылымдарды қарасақ, ол енді ғылыми журналдар ғой. Сол журналдардың өзінің бағалары болады. Квартил деп аталады, және Скопусқа кіру, индекс арқылы. Сөйткенде оның әрқайсының өзінің топтары болады, өзінің өте танымал. Және клубтар болады, өздерінің өте танымал. Сол клубтарын насихаттау арқылы, ол бірақ енді математикті алатын болсақ, ол математикалық журналдарды көп адам оқи бермейді ғой. Бірақ математиканы білетін адам сол ғалымдарды танып тұрады. Өзіңіз білетіндей, мынау Асқар Жұмаділдаевты айтсақ, Өткелбаев бар. Өткелбаев бар. Оны шынымен айтқанда халықтың көбісі танымайды, бірақ ғылыммен айналысатын адамдардың бәрі таниды. Оның өзінің бағыттары бар. Енді бұл енді жақсы жағынан айтылып жатқан нәрсе емес. Енді былай қарасақ, енді популяризация деген бағытпен бәрін, конечно, шығару керек. Шетелдерді көретін болсақ, белгілі каналдар бар ғой, National Geographic, Discovery Channel, Science дейді. Сондай каналдарды егер біз сол каналдар дамытуға жұмыс істесек, сол каналдар арқылы деректі фильмдер шығарып, материал жетеді, адамдар, насихаттайтын адамдар да жетеді. Сол бағытты дамытсақ па деген бізде де ой бар министрлікте. Деректі фильмдер шығарып жатырмыз, бірақ олар ары кетсе мынау ең танымалы YouTube-та болады. Бірақ арнайы бөлек канал шығарсақ, ғылымды насихаттайтын Қазақ Сайенс сондай жобалар болса, өзіміз де соны армандаймыз. Министрлікке келген кезде қанша жастар келеді, жобамен кетеді, және ғылым басылымдарында шығады, өзінің аттарын шығады, өздерінің жұмыстарын квартилмен бөліп жоғары журналдарға, басылымға шығарады өз жұмыстарын, өзінің группасында сөйтіп танымал болады. Бірақ оның бәрібір жұртқа оның дәрежесін, жұмыстарын көрсету үшін бөлек жұмыс жасау керек. Оның ғалымның өзі де жасай алмайды. Өйткені көбісі ары кетсе Фейсбукта немесе Инстаграмда көрсетеді, өзінің группалары болады, сол кезде мәселелерін айтады. Бірақ бұған басқа жақтан келіп популяризация профессионалдар ма, солар көмектесу керек. Насихаттауға, деректі фильмдер шығаруға. Оның өзі үлкен жұмыс қой. Сол жұмыс түрімен. Мысалға қараңызшы, 100 жаңа есім деген керемет бір жоба болды. Қатарынан 2 жыл жақсы жүрді. Қаншама жастар осы жоба арқылы іріктелді. Бірақ соңында сол жобаның қатысушыларының суреттері, аты жөндері бейнеленген баннерлер құрылыс алаңдарын қоршайтын құрал ретінде ғана пайдаланып келе жатыр. Ол Астанада әсіресе анық байқалады. Өзіңіз де көшеде жүргенде көретін шығарсыз. Енді сол 100 жаңа есімнің аяқсыз қалуы неліктен? Әлде сол құрылыс компанияларына сондай сыртта әдемі баннер керек болып, сондай жасалған дүние ме? Бұны енді осы 100 адамның арнайы жасалған зат емес деймін. Ол барлық жерде кездеседі. Ол 100 адам болмаса да, 1000 адам болса да, басқа баннерлер болса да жасала береді. Көзге көрініп қалған шығар, біреу соны айтқан шығар. Бірақ бұл әдейі жасалған деп ойламаймын мен оны. Өйткені қанша адам небір өзінің аты шыға берсе де, ол бәрібір айналып келгенде афишаға айналып, өзінің аты жоғары шығып, осының бәрі төмендейді. Ал мынау көптеген маңызды материалдар бәрібір өзінің кезеңдері болады, оқылатын, оқылмайтын кезеңдер де болады. Бірақ бұлдың именно ғылымға деген арнайы істеліп жатқан нәрсесі деп өзім ойламаймын.
Түсінікті. Асқар мырза, енді қараңыз, жастар туралы айтып жатырмыз ғой. Негізі елімізде жас деген статус 35 жасқа дейін деп созды ғой, 29-дан. Осы үлкен мүмкіндік болды, қаншама жастар осы лекке қосылды. Енді сіз ғылымдағы жастар дегенде 40 жаспен есептеп жатырсыз. Оған да қуанып отырмыз, шыны керек. Әйтеуір жастар деген категорияға кіріп жатқанына. Енді оларға арналған бір айтады ғой, сананы тұрмыс билейді дейді. Сіз қарныңыз аш болып тұрса, немесе бір баспанадан баспанаға көшіп әрлі-бері күйіңіз болмай жүрсе, ғылымда бір қалады, ораза, намаз тоқтықта деген Абайдың сөзі бар ғой. Сонда ғалымдарға, оның ішінде мына жас ғалымдарға қандай тұрғын үй мәселесін шешуге қатысты бағдарламалар бар ма? Ипотекалық бағдарламалар. Бұл ипотекалық бағдарлама бар. Осы жылы біздің министр өзінің жобасын жұртқа танытты. Бірақ бұны дәл ету керек, осы жылы бұл пилот. Алғашқы қанат қақты жоба ғой. Өйткені біріншіден мынау ұлттық ғылыми институттарға және ұлттық жоғарғы оқу орындарына істейтін жас ғалымдарға бағытталған. Ол не үшін жасалған? Өйткені біз тек қана ғалымды қолдамаймыз. Бұл сол ғалымдарды, өзінің жақсы ғалымдарды ғылыми институттарда ұстап қалу. Және жоғарғы оқу орындарында ұстап қалу. Соның арқасында жоғарғы оқу орындарына статус беру, өзінің стимулирование ғой сол. И соған келе, осы пилот, осы біріншіден ұлттық ғылыми институттар мен ұлттық жоғарғы оқу орындарына бағытталған. Соның ішінде істейтін жас ғалымдарға. Ендігі жылы қаржылық бөлінсе тағы кеңейтіледі ғой бұл. Ал биылға енді қанша адамға қамтуға мүмкіндік бар? Қанша жаста? Қазір нәтиже шыққан жоқ әлі. Есептеліп жатыр, иә? Жақсы. Енді мынау креативті индустрия жайлы сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл креативті индустрия, креативті экономика дегенде президенттің жолдауынан халық жақсы таныс білет деп есептейміз. Себебі қазір шикізаты жоқ елдер, аралдағы мемлекеттердің өзі осы индустрияны дамыту арқылы еліне көптеген пайда келіп жатыр. Жалпы ішкі өнімін арттырып жатыр, экономикасын өсіріп. Ал енді бізде кішкене еркелеуіміз ғой, байлық бар, байдың баласы секілді, байлық бар, жетеді ғой деп жата бергенді жақсы көреміз. Десек те ол байлықтың да таусылатын күні болады, судың да сұрауы бар. Біз енді ғылым мен білімге көңіл бөлуіміз қажет. Осы орайда креативті индустрияны дамытуға қатысты ғылымға креативтілік беру мәселесі қалай? Өз ойымша, мынау креативті индустрия деген екі мағынада түсініледі. Көбісі бұны мынау creation деп, создание деп, өндірістің өзіне әкеліп тіреледі ғой. Бұл еншағылшымдан бұлай емес. Бұл креативті деген ол адамға жақындату және шығару. Например, креативті индустрия әр бағытта бар. Соның бірі ғана ғылым бағыты. Бұл ғылым бағытында креативті индустрия енді өзіңіз айтқандай насихаттау соның бірі болады. Адамдарға, жұртқа көрсету. Бізде, например, өндірісте не болып жатыр? Өндірістің өзі ғана емес, ол креативті индустрия. Креативті индустрия содан кеңірек түсініңіз. Креативті индустрия соны жұрттарға жеткізу. Тартымды етіп жеткізу, иә? Сол. Популяризация соған жақын келеді. Сосын деректі фильмдер шығарудың өзі де біз мәдениет министрлігімен сөйлескен кезде сол креативті индустрияда, оларда да мәдениетте, бізде ғылымда екеуін біріктіріп, сол адамға, жұртшылыққа таныту. Өйткені өндірісте болып жатқан шикізат өндірісінде не бізде 7 бағытта ғылымды дамытып жатырмыз. Ол не үшін жетеу, не үшін керек, қайсы басым бағыты, қайсына көбірек назар аудару керек, сол жерде соны қалай жұртқа түсіндіру керек, сол жастарды қалай соған жақындату керек. Және өзінің мамандары болады, креативті индустрияның инноваторлар, соларды қалай тезірек өндіріске жеткізу керек. Соның бәрін кеңірек түсін деп ойлаймын. Жақсы, Асылхан мырза, аз сөйлестік, көп сөйлестік десек те, жалпы ғылымға көңіл бөліну керектігін айттық. Себебі ғылым, білім дамыған жұрттар өркениеттің көшінің басында шығып жатыр. Қазақ та, Қазақстан елі де осы өркениеттің көшінің басында жүрген
әбден лайық болар. Сондықтан да сол көштен қалмау үшін бүгінгі жастарымыз ғылым білімді терең игерсе, ата-аналар балаларын ғылым мен білімге бағыттаса деген біз тілегімізді айтқымыз келеді. Сұхбатқа келіп, бізге мағыналы әңгіме айтқаныңызға көп-көп рахмет. Осымен Мінбер хабарының бүгінгі саны тәмам. Рахмет.